Бұл киноны 18 жасқа толған балаларға көруге болмайды. Сәлем достар, сіздермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Бүгін мен жоқ жерден келген қыз фильмін айтып беремін. Алда спойлерлер бар. Фильм Таиландтағы қыздар орта мектебінде басталады. Ол қарапайым мектептерден ерекшеленеді, өйткені оның сұлулығы білімнен гөрі жоғары бағаланады. Бірінші көріністе мектеп директоры жыл сайынғы жарқыраған жұлдыз байқауының финалы жақында болатынын хабарлайды. Мектептің ең әдемі 10 қыз марапатталады. Марапатқа ие болу үшін студенттер жеңуі керек. Жалғыз санат сұлулық. Үздік 10 мүшеде ерекше артықшылықтарға ие болады. Ол хабарландыруды әлемде ұсқынсыз адамдар жоқ, тек жалқау деп санайды. Наны жаңа оқушысы мектептің алдында оған жұқа жапырақ түсіп бетін тіліп кетті. Енді бетіндегі тыртықпен ол сұлулық байқауының жеңімпазы болуы екі талай. Келесі көріністе бізді Ин есімді танымал қыздардың бірімен таныстырады. Қазіргі уақытта ол сұлулық диаграммасында 10-шы орында. Ол дәліздерден өтіп бара жатқанда сыныптастары оның сұлулығына таңдану үшін оны суретке түсіруге тырысады. Жаңа қыз Наны сыныпқа кіреді, ал мұғалім оны Иннің қасында отыруға мәжбүр етеді. Ин жаңа қызды оның қасында отыруға қуана шақырады, бірақ оның Нанның досы болғысы келетіні немесе оны жау деп санайтыны белгісіз. Нанна Ин сияқты әдемі, бұл Инді ұятқа қалдырады. Нанның бетіндегі тыртықты көргенде оның беті бақыттан жарқырайды. Жанашырлық таныту үшін ол одан не болғанын сұрайды. Нан бұл мәселені шешуге тырысады, бірақ Ин олардың мектебінде олар өздеріне жақсы күтім жасау керек, ал бетіндегі тыртық бұл үлкен мәселе деп айтады. Сабақтан кейін Ин Нанны ең жақсы 10 мұнараға келеді. Бұл ғимарат тек сұлулық тізіміндегі алғашқы 10-ға кіретін қыздарға арналған. Мұнара оларды дәмді тағаммен, қымбат косметикамен және қарапайым студенттердің артықшылықтары жоқ сәнді өмір салтымен қамтамасыз етеді. Әрбір студенттің нақты уақыт режимінде жаңартылатын сұлулық тізімінде рейтингі бар. Егер біреудің беті сұлулығын жоғалтса, оның дәрежесі бірден төмендейді. Олардың барлығында студенттердің дәрежелерін көрсететін қосымша бар. Үздік 10-дық бір досын мұнараға апара алатындықтан Ин Наннадан онымен бірге жүруді сұрайды. Наны сәнді интерьерге таң қалды. Олар бірнеше нәрсе туралы сөйлескенде керемет түскі ас ішеді. Нано Инге оның досы болуға керемет мүмкіндік берген үшін алғыс айтады. Алайда Иннің ниеті ол ойлағандай жақсы емес. Шын мәнінде Ин алғашқы 10-дықта қалу үшін бәрін жасайды. Тамақтанғаннан кейін Наны шоколадты алып, оны жей бастайды. Ин шоколадты сынап көргісі келеді, бірақ салмақ қосудан қорқады. Наны талап еткенде ол кішкене тістеп алады. Осыдан кейін Чомпу есімді қыз Инге келіп, оны ханшайым деп атайды. Соңғы бірнеше жылда ол Иннің фанаты болды. Наныға дейін Ин оны мұнараға өзінің досы ретінде алып келді. Сондықтан Чомпу оларды бірге көргенде ренжіді. Оны жақсы сезіну үшін Ин оған торттың бір бөлігін береді. Жұмысшылар Чомпуды сыртқа шығарады, өйткені оған мұнараға доссыз кіруге рұқсат етілмейді. Ол шыққаннан кейін Ин Чомпаға өкінетінін айтады, өйткені оның мұрны ұсқынсыз және маңдайы үлкен. Нано Инге қарайды, ол басқа адамдарды өзінен төмен деп санайтынын жақсы біледі, өйткені ол әдемі. Дәл осы сәтте оларға сұлулық тізіміндегі бірінші нөмірдегі мектеп ханшайымы Гейттің келгені туралы қоңырау соғылады. Олар оны баспалдақтан түсіп бара жатқанда, оны нағыз патшайым ретінде қарсы алады. Инге өзін жақсы сезіну үшін Нано оның Гейт сияқты әдемі екендігі туралы түсініктеме береді, сондықтан биылғы патшайым болуға лайық. Содан кейін Ин оны қолданбадағы бетін сканерлеуге және оның қандай дәрежеде екенін көруге шақырады. Бірақ қолданба Наноның 11-ші орында екенін айтқан кезде оның беті бұзылады. Ол жаңа досының да оның ең үлкен бәсекелес екенін көргенде таң қалады. Ин Наноны құттықтайды, бірақ оның бетінде алаңдаушылық байқалады. Ол Иннің өзін жақсы адам етіп көрсететінін біледі. Ол онымен сабақ беру үшін ғана дос болды. Ин үшін келесі күн ең қиын, өйткені ол мұрнында үлкен безеулермен оянады. Содан кейін қолданба оған безеудің салдарынан 11-ші орынға түскенін хабарлайды. Нано сұлулық тізімінің алғашқы 10-дығында өз орнын алды. Ол безеуді сыға бастайды, бұл одан да нашарлайды. Мектепте бір кездері суретке түсу үшін оның өкшесін алуға барған қыздар енді оның қызыл мұрнын мазақ ете бастайды. Инноның қолдаушылары Наноны қоршап алып, оның сұлулығын мадақтағанын көргенде ғана нашарлайды. Ол кірген кезде бәрі үнсіз қалады. Оның қайғы қасіретін күшейту үшін Наны оны ханшайым деп атайды. Ин оған мән бермейді деген әсер қалдыруға тырысады. Бірақ ол Наноға ең жақсы 10 қызға ғана арналған киімді көргенде қызғанатыны анық. Қыз одан безеуді алу үшін тәтті жеді ме деп сұрайды.
Дәл сол кезде Ин Нанна берген шоколадты есіне алады. Ол оны безеу пайда болу үшін тәттілерді әдейі тамақтандырады деп күдіктене бастайды. Түскі үзіліс кезінде Ин әдеттен тыс ғимаратқа кіреді, бірақ жұмысшылар одан шығуды сұрайды. Нанна оған бірінші плюс болуы мүмкін деп көмектесуге тырысады, бірақ бұрынғы ханшайым асханада тамақтануды сағынып кетіп бара жатқанын айтады. Алайда сол жерден бірінші тамақты жеп болғаннан кейін ол тұншығып қала жаздады. Басқа студенттер оның реакциясына күліп, оны одан да жаман сезінеді. Содан кейін ол қоғамдық дәретханаға барады. Бұл одан да жаман. Ол дәретхана қағазын ішке кіру үшін еденге қояды, бірақ кесірткеге тап болады. Ол журналдан сұлулық процедураларын іздейді. Оның бұрынғы сүйіктілерінің бірі оған қазір үздік 10 тізімде 6-шы орында тұрғанын айтады. Ин сөйлеу қабілетінен айырылды. Ол өзін төмен санайтындардың бәрі қазір тізімге енеді. Ол енді әдемі бола алмаймын деп жылап қашып кетеді. Келесі күні ол жарқыраған жұлдыз сыйлығын алуды армандайды. Ол қорқыныштан қатты дем алып оянады және оның рейтингі 21-ші орынға дейін төмендегенін байқайды. Оның бетінде тағы 2 безеу пайда болды, яғни ол жақын арада тізімге оралмайды. Ол мектепке бетперде киіп келеді. Кейінірек біз оны дәріханада безеуді емдеу үшін көреміз. Ол сол жерде Наннамен кездесіп бетінен ұялып қашып кетеді. Дүкеннен шыққаннан кейін ол Чомпумен кездеседі, бірақ онымен сөйлеспейді. Нанна Ингтің құлауына тағы бір нәрсе дайындап, Чомпудың құлағына бірдеңе сыбырлайды. Келесі күні таңертең Ин оянып, дәрі-дәрмектің арқасында оның безеулері толығымен жойылғанын көреді. Ол тізімде тағы 10-шы орынға ие болғанын байқаған кезде ол бақыттан айқайлайды. Ол мектепте тым көңілді, оны тіпті достары да біртүрлі деп санайды. Ол өзінің жақтастарының бірінен онымен әткеншек ойнауды сұрайды, бірақ ол бас тартады. Оның орнына қыз оған жаңа рейтингті көрсетеді, онда ол әлі де 11-ші орында. Ин тағы да қатты күйзеліске ұшырады. Нанна оның көңіл күйін көтеруге тырысады және оған әткеншекке қосылуды сұрайды. Алайда Иннің басқа жоспарлары бар. Ол қайта сақтандырудан шаршады, сондықтан тізімде орын алу үшін ол Наннаны әткеншектен құлатады. Кедей қыз алға қарап көзін сындырады. Осыған байланысты ол рейтингтен түсіп Ин қайтадан ондық ханшайымына айналады. Содан кейін ол Наннаның көбелегін ұстап алып, мұнараның ішіне кіреді, тіпті досын алып кетуге де алаңдамайды. Бірақ ол кетіп бара жатқанда Нанна бәрін жоспарлап қойғандай көзін ашады. Мұнара ішінде ең жақсы 10 қыз диванда тұрғанын байқамайды және ол туралы жаман сөйлей бастайды. Олар оған өмір бойы 10 өмір болғаны үшін күледі. Қыздар күледі, ал Ин оларды тыңдап ашуланып күйіп кетеді. Олар кеткеннен кейін ол бәрінен кек алып, келесі жарқыраған жұлдыз болуды шешеді. Ол өз жоспарын сол күні орындайды. Алдымен ол 6-шы позициядағы қызға бетін тырнап жатқан жабайы мысықпен шабуыл жасайды. Содан кейін ол 2 қыздың бетін сүртетін сүлгіге құмырсқаларды отырғызады. 3-шіге ол талдырып шашымен қасын қырқып тастайды. 2-ші және 3-ші орын алған қыздар үшін ол сусындарына химиялық заттарды араластырады. Оларға түкті бет береді. Енді ол жеңуі керек жалғыз адам Кейт. Ол тұрақты бояуды бет креммен араластырады. Бұл Кейттің бетін жасылға айналдырады. Рейтингтер өте көп өзгеретіндіктен қосымшада ақаулар бар. Келесі күні Ин мектепке келеді және айналасындағыларды көрмейді. Ол кіріп ішіндегі Наннаны көреді. Алғашқы ондықтағы қыздардың көпшілігі тізімнің соңына түсіп кеткендіктен тіпті бет әлпеті сынған болса да, Нанна 3-ші орында. Олар сөйлесіп жатқанда Кейт жасыл бетін жасыру үшін макияжбен баспалдақпен төмен түседі. Ин сөйлеу қабілетінен айырылды. Ол жарқыраған жұлдыз болу үшін көп нәрсе жасағаннан кейін 10-шы орынға оралғысы келмейді. Кейт оны келемеждейді. Ол сияқты жұлдыз болу үшін қажет нәрсе жоқ деп мәлімдейді. Ин ашуланып Кейтке шабуыл жасайды. Екеуі де бет әлпеті бұзылған төбелеске араласады. Кейттің макияжы алынып тасталады, ал көгеру мен шағу белгілері пайда болады. Кейтті нокаутқа жібергеннен кейін Ин жаңа жарқыраған жұлдыз жарияланған аудиторияға жүгіреді. Біраз уақыттан кейін көптен күткен жеңімпазы ешкім көрмеген қыз болады деп жарияланады. Ин кек алады және қайта бағалауды сұрайды, өйткені жеңімпаз тіпті олардың мектебіне бармайды. Сонда ғана жеңімпаз Чомпу екені анықталды, ол қатты өртенді. Ол көрермендерге әдеттегі кекешті даусымен алғыс айтады, ал бұрынғы ондық қыздар оған қызғанышпен қарайды. Нанна күлімсіреп Чомпуға қарап, бұл оның жоспары деп ойлады. Кино соңына келіп қалдық. Ұнаса лайк басып каналға жазыл.